Бүгінгі әңгіме әлемдегі ең үлкен алпауыттың, яғни экономикасы екінші орында тұрған көршіміз Қытай жайында болады. Азулы Айдаһар жайлы соңғы 20 ғасырда артта қалған және Англияның колониясы болып ең үлкен. Кейін жапондықтардан 10 жылдан астам қайғы қасірет көріп, яғни жапондықтардың өзіне 10 үлкен Қытайды ойына келген істеп қырғын жасап елінде. Кейінгі коммунистер елінің орнауы, жалпы КСРО-ның Қытайдан бұрын дамып әлемнің үлкен державасы болғанмен, неге 30 жылдың ішінде Қытай гүлденді КСРО құлады? Сол жайлы болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіріп, және жан-жаққа таратсаңыздар каналдың дамуына үлкен үлес қосасыз. Қоңырауды басып жүріңіз, уақытылы шағырын біліп отырасыз. Жалпы Қытайдың осы 80-ші жылы, яғни 70-ші жылдардың аяғынан бастаған кезеңнен басталады дамуы. Бұған бір үлкен бір себептің бірі, яғни бір тұлғадан басталады. Дэн Сяопиннен. Дэн Сяопин 1920 жылы кәсіпкеріне дүниеге келеді, яғни Дэн Сяопиннің жастайынан білімге баулып, 15 жасында Францияға жібереді білім алуға. Одан бір 3 жылдай өмір сүріп білім алып Францияда. Кейін Кеңес одағына келеді. Ол келген кездердегі 30-шы жылдар еді, яғни Сталиннің жаңа экономикалық саясатын бастап атқан революциядан кейін, көптеген жағдайлардан кейін КСРО-ның халқының жағдайы мүшкіл, көп жерлерде аштық болғаннан кейін Сталиндер ақылдаса ойлап халыққа шамалы болса да бостандық беріп, өз кәсібін өздері жүргізсін, еркін сауда-саттықпен айналысуға рұқсат беріп, сол арқылы бүкіл шаруалар мал, астық, бидай еккен бәрін өздері сатып, жағдайларын дұрыстап алды. Осының бүкіл процесті көрген Дэн Сяопин үшін үлкен бір сабақ болды деп те айтуға болады. КСРО-дан білім алып болғаннан кейін қайтып Қытайға келеді, яғни бұл Дэн Сяопин коммунистердің мүшесіне қосылып, осылайша 49 жылы толыққанды Маоның коммунистер хатшысы болып тағайындалғанда, Дэн Сяопинді сыртқы саясат үшін жауап берді, яғни бұл әртүрлі тілде сөйлейтін, жоғарғы білімі бар үлкен саясаткер болды. Бірақ Маоның айналасындағы Маоның жақтастары, яғни бандылар төрттігі деп айтады. Осы 4 адамның ықпалы Дэн Сяопиннің билікке және ықпалы көбейіп кетеді деп үнемі қастандық жасап отыр. 2 рет репрессияға жіберіп отты Дэн Сяопинді. Артынан кейін мемлекетке қажет екенін түсініп қайтып алып келді. Яғни Дэн Сяопин қазіргі председателі Си Цзиньпиннің әкесі, көптеген адамдар осылайша, яғни өзінің білімінің арқасында аман алып қалды, ату жазасына кесілмей. Бірақ үкімет басшылары үшін өте қауіпті адамдар қатарында болды. 76 жылы Мао Цзедун өліп, яғни төрттер келеді, яғни бандылардың көбісінің ықпалы аз болды. Партияда болғанмен халық арасында кейінгі әскерилерді бәрін ықпалын пайдаланып, Дэн Сяопин уақытылы қозғалып, оларды алдыртса уақытша болған үкіметті осылайша басқа адамды қояды Маоның жақтастарынан. Бірақ өзі әскер мен күштер құрылымын өз басқа, өз ықпалын жасап отты, өз билікке келмесе де. Осылайша билікке келген Дэн Сяопин, яғни сол кездердегі миллиардтаған Қытайдың 80% ауылдарда өмір сүріп, ең кедей аграрлы мемлекет болды. Тек қана 20% ғана қалаларда және толыққанды индустриалдық экономика не деген армандағанда емес, қаражаттың тапшылығынан. Және Дэн Сяопин инвестиция тарту үшін бүкіл әлемдегі ел мемлекеттердің бәріне елшілігі жіберіп, елшіліктер ашыла бастады. Америка сол кездердегі Кеңес одағынан жаңа келген саясат Қытайдың ықпалын азайту үшін Кеңес одағының Америка құрама штаттары келіссөзге келіп, яғни араларына жік салып, инвестиция құятын ниеттерін білдірді. Осылайша Дэн Сяопин көрші Сингапурдан көргендегідей тәуелсіз экономикалық аймақтар аша бастайды. Яғни қазіргі Қытайдың ең үлкен мегаполистері, әлемдегі дамылған Шинжиян, Гонконг, басқа да Шанхай деген сияқты үлкен мегаполистер жүйесі, яғни Тынық мұхитының жағасындағы пояста орналасқан, бұлардың бәрі осы жаңа экономикалық аумақтың құру арқылы және үлкен инвестиция арқылы келді. Әрі Қытайдың бір үлкен ұтымды жағдайының бірі ол жерде сирек кездесетін бағалы металдардың 80% осы Қытайда шығады. Яғни бүкіл қазіргі пайдаланылатын электроника және қазіргі электромобильдердің, яғни кобальт, басқа да жерде сирек кездесетін металдардың бәрі осы Қытайдан алынады. Осылайша Қытай көптеген миллиардтаған инвестиция келді, заводтар ашылды, яғни Америка құрама штаттарына тиімді болды, кәсіпкерлерге арзан жұмыс қолы, миллиардтаған үлкен нарық, яғни тұтынушылар. Бірақ толыққан түсінбеді Қытайдың басқа ел сияқты тұтынушы емес, бұлар өндіруші екен. Дэн Сяопин ішкі саясаттағы қарама-қайшылықтар тудырмас үшін Мао Цзедунның жеке басқа табыну жайлы тақырыпты көтерген жоқ. КСРО-дағыдай, яғни Хрущевтің Сталинді кінәлап жеке басқа табыну жаңағы 20-ші съездегі айыптауын ондай қадамға барғысы келген жоқ. Яғни көптеген әлі де компартияның адамдары Маоны жақтайтын болған. Сондықтан билікті екіге бөліп отты. Кейбір көп атқарушы органдарды өзінің жақтаса алса, кейбіреулерін Маоның жақтастарына беріп отты. Яғни осылайша саясатта тепе-теңдік сақтап отты. Және кез
келген сырттан келген инвесторға жағдай жасалып, нарық салықтан босатылып, яғни толыққанды өндіріс көзін ашуына мүмкіндік жасап отты. Осылайша Қытайға жаңа технологиялар, заводтар, фабрикалар салына бастады. Қазіргі жағдайда қайтадан 60-70% Қытайдың үлкен қалаларда тұрады. Ауылдық және аграрды елден толыққанды индустриалды елге алынады. Яғни қазір бүкіл әлемді екіге бөлсе, тұтынушылар мен өндірушілерді Қытай тұтынушыдан 30 жылда өндірушілерге айналды. Жалпы қазіргі экономика үлесін айтса, бүкіл әлемдегі сауда-саттықтың, яғни кеме арқылы тасымалдың 80% қазір осы Қытайға тиесілі деп айтуға болады. Сондықтан да қазіргі Қытайдың әлемде екінші флот, ал кемелер санына әлемдегі бірінші флот деп айтуға болады. Осылайша бүкіл теңіз арқылы сауда-саттықтың 80% үлесін осы Қытай ұстап отыр. Және Қытай, Америка сияқты бүкіл әлемдегі континенттердің бәрінде де өзінің инвестициялық жобалары бар. Үлкен инвестициялық жобалардың көбісін қазір Африка елдерінде жүргізіп жатыр. Яғни Африкадағы Қытай сияқты халқы көп, тұтынушылар көп, әрі көптеген бағалы сирек кездесетін металдар бар, басқа да қызықтыратын жерлер бар, және бүкіл сауда-саттық кемелеріне қауіпсіздік сыйлайтын порттар бар, яғни қамтамасыз етеді. Бұның бәрі осы Қытайдың үлкен жобалары әлемнің осылайша жұмсақ күшпен жаулап алып жатыр. Яғни екі күш бар, қылышпен немесе ақшамен. Кезінде ағылшындардың мақалымен әлемде екі жолмен ғана жаулауға болады. Осылайша Қытай ақшамен жаулап алып жатыр. Яғни көптеген африкалық елдер өз елінде құрылыс және заводтар мен фабрика салдырғанмен оларды толыққанды жүргізе алмай, немесе соның ақшасын уақытында бере алмағандықтан Қытай өз үлесі деп көптеген заводтар осы Қытайға жұмыс істеп жатыр. Яғни бұдан түсінетін бір сабақ, қанша коммунистер КСРО, яғни коммунизм болады деген ұғым өте жалған. Қанша айтқанмен бүкіл даму осы капитализм арқылы келеді. Жеке кәсіпкерлік істің арқасында қанша Қытай билігі коммунизмге айта берсін, негізі бұлай жартылай капитализм арқылы дамып тұр, қол жеткізіп. Сондықтан да Қытай толыққанды коммунизмге жатпай, тек қана билігімен, күш құрылымдар ғана коммунист жүйемен Ден Сяопин негізінен биліктің ауыспалы түрін қалап кетіп еді. Яғни мемлекеттік хатшысын компартия жиналып әр 5 жыл сайын сайлайтын. Бірақ соңғы осы былтырғы Ден Сяопиннің коммунистердің жиналысындағы бұрынғы хатшыларын, яғни өзінен бұрынғы хатшының тыңдауы көптеген партия үкімет басшыларын қысым жасап, шексіз билеуге мүмкіндік алды. Осылайша толыққанды диктатурасын орнатты. Автократиялық диктатура болмаса, негізі Қытай ендігі Американың экономикасынан да озып кететін мүмкіндігі бар. Шексіз, өйткені миллиардтан аса халқының арқасында және қазіргі дамыған күшімен. Яғни қазір Қытайдың халқы орта табыстық кризисте, яғни бұрынғыдай арзан бағаға жұмыс істегісі келмейді. Бірақ Америкадағыдай жоғарғы табысқа жету үшін жаңа үлкен идеялардың тапшылығы, яғни болғанмен толыққанды іске аспауы, өйткені компартияға қарау және билікке жақын үлкен компания мен корпорациялардың ықпалында болып, бұл нарыққа кері әсері және толыққанды таза бәсекелестіктің болмауы, яғни биліктің саясатын қолдаған үлкен компания корпорациялар ғана жақсы дамып келеді. Осының бәрін шектеткісі келген және қорыққан бұндай бәсекеден Американы айтуға болады. Кезіндегі көптеген компаниялар санкция қойған, соның бірі Huawei-ді. Яғни көптеген қытайлардың жастары жоғарғы білім алып, әлемді шарлап, кейбір адамдары өте жоғары технология жеткізген шетел компанияларына жұмыс істегенді жақсы көреді. Яғни еркіндік, болашаққа деген сенім және Қытайдағыдай қысым жасамайды. Сондықтан көп жастар Қытайдан шығып елге қашудан. Бірақ Қытай әрине жұмыс күші көптеген салынып қалған фабрикалар арқасында және сирек кездесетін металл арқасында көптеген қазіргі жаңа технология электроникалардың бәрі. Соның мысалға iPhone-ды айтуға да болады. Қанша Қытайдан тәуелдігімізді жоямыз, біз қазір Индиямен жұмыс істейміз деген бір қаласында 10 миллионға шамамен жылына iPhone шығарамыз деп айта берсін. Бірақ бүкіл құралдар, жабдықтаушы бәрі осы Қытайдан барады. Яғни содан белгілі ғой iPhone-ның толыққанды Apple компаниясының Қытайға тәуелді екен. Яғни мысалға айтса, Apple компаниясы ең бай компаниялардың бірі. Оның акциясы бүкіл қазіргі Ресей Федерациясынан да көп бюджетіне. Яғни Apple компаниясы қазір 1,5 триллионнан 2 триллионға дейін жақын. Ал қазіргі Ресей Федерациясының бүкіл бюджеті 1 триллионнан шағасады. Ден Сяопин 76 жылдан бастап осы 94 жылға дейін өзінің көз тірісінде көптеген үлкен реформалар жүргізіп, саясат дұрыс жүргізген арқасында, яғни КСРО-ның көптеген коммунистердің жасаған реформалары мен қателіктерін қайталамас үшін үлкен сабақ бұл және жақсы қадам бұл. Осы арқылы бұл жақсы мүмкіндіктер мен елдің әл-ауқатын жақсы көтерді және осылай сайлау арқылы және бір адамның билігін шектеу арқылы үлкен жетістікке жетті. Қазіргі Қытайдың дамуы осы Ден Сяопиннің арқасында деп толыққанды айтуға болады. Қытай үлкен әлемдік держава болғанмен ол өте ақылды деп айтуға болады. Ақылды
дипломатия жүргізеді, яғни Қытайдың бір философиясы бар, мақалы, яғни жауының жеңілгенін қаласа жайған өзеннің жағасына барып отыр, жауының денесі өзі-ақ алдыңа жүзіп келеді деген. Осылайша Қытай қарумен, күшпен, мәжбүрлемей жұмсақ күшпен бүкіл әлемді жаулап алуда. Қазақта осындай үлкен көршісімен жауласпай мүмкіндік пайдаланып, жаңа технологиямен сауда-саттық дамытып және бұрынғы ұлы жібек жолын жаңғыртып үлкен даму алып келеді деген сенімдемін. Өз ойлар, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, сіздер қалай ойлайсыздар, және каналға жазып, жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар, және қоңырауды басып жіберіңіздер. Уақытылы шығарылымды біліп отырасыз. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп-көп